Қыздар, Назым келді. Жылаған сияқты. Оларға не болып жүр екен? Ертең қандай күн екен білесіңдер ме? Иә, ғашықтар күні. Енді білдім демеш. Бұрыннан бар ғой. Қалай уақыт тез өтіп кеткен? Қандай ғашықтар күні сәуірдің ортасында? Мә, мынау білмейді. Жалғыз аққу, қозы көрпеш баян сұлу күні. Бірақ жігіті жоқ қыздар ондай күнді елемейтін сияқты. Соны айтамын, мен соңғы рет қашан туылғанын есімде жоқ. Онда жігіт тап. Не ойлап жүрсің? Түр десе түрің бар, жұмысың да жақсы. Білмеймін не ойлап жүргенімді. Мен әлі өзім талғамдағы жігітті кездестірмеген сияқтымын. Кездестірмеген сияқтымын деп жүргенің қасымнан шықпасын. Әсел, қойшы. Ол мен талғамдағы жігіт емес. Қыздар, сендер не айтып кеттіңдер? Жұмақтамай бізге де айтсаңдар? Иә. Осы әңгімені Нұргүл әпке естігенде жақтырмай отыратын еді. Шығып кеткені жақсы болды. Жұмыстарыңды істеңдер дейтін еді. Порттың жаңа үйлерін көрдің бе? Шаршы метр біздікіне қымбат екен. Енді бірақ сұмдық қымбат қана. Қымбат. Тойламағаныма дейді. Қандай мейрам? Ғашықтар күні ғой, сен не, ұмытып қалдың ба? Жоқ. Аптаның қай күні деген? Қойш, қайда апарсам болады? Қазір мен саған бір мейрамхананың мекен жайын жіберем.